Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео артында отқан бұл мен Нурик және YouTube жол рубрикасының 13-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен YouTube жол рубрикасын жалғастыратын боламын және де бұл бөлімде біз өздерін көптен күткен, яғни көбісі жазған болатын, яғни казино ойнаш, казиноға бармағаныңа көп болды деп. Сол бүгінгі видеода мен казино ойнайтын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан видеоны до конца қарап, лайктарыңды басуды аямаңдар. Алдыңғы видеода мен сендерге айтқан болатынмын, яғни бір күннің ішінде 50 лайкты тез жинайтын болсаңдар, сендерге мен конкурс ұйымдастырамын деген болатынмын, яғни 500 теңгеге сол конкурсты бүгінгі видеода ойнататын боламын. Ол видеода достар біз уже 1000 просмотр және де 90 лайк и 45 комментарий жинап тастапсыңдар. Сондықтан бүгінгі видеода мен сендерге 500 теңгеге конкурс ұйымдастыратын боламын достар. Ол конкурсты ұтып алу шарттары достар. Бірінші шарт ол менің осы Нурик КРМП каналыма тіркелу және де осы видеоға лайк басу, осы видеоның комментариясына мен қатысамын деп жазу. Бар болғаны осы 3 шартты орындап, сендер 500 теңгені ұта аласыңдар. Алдыңғы видеодағы подписчигім подарок еткен машинаны мен бүгінгі видеода 2.500.000 рублиге сататын боламын. Бізде оның орнына жаңадан шыққан дәл осы Мерседес алатын боламыз, яғни дәл осы Мерседес қазір біздің чат жауып тастайын. Қазір достар мен бұны 1.700.000 рублиге алатын боламын. Көріп тұрғандарындай қазір купитті басамыз және де бізде 1.700.000 рублей уже минус достар. Зато достар осындай әдемі машина алып алдық, 4 есікті. Бұны мен фамаға алған болатынмын. Фамада пока жаңағы 6x6, Silver 6x6 машинасын жаңа сатып жүрген болатынмын. 2.500.000 рублейге оның орнына дәл осы машинаны алған болатынмын. Бұның максималкасы бізде достар, маған жаңа айтқан болатын 246 деп па, сондай В общем, достар, қазір біз дәл осы алған Мерседесімізді көк цветке бояйтын боламыз, өйткені біздің фаманың цветі бізде көк болады, яғни мен бұны фамаға алған болатынмын. Өздерің білесіңдер, бұл кап қазір қара цветпен прям әдемі болып тұр, яғни внешкасы уже көрініп тұр десем де болады. Қазір бұны көкке бояған кезде достар, бұның внешкасы просто бісем құртылады, яғни барлық внешкалары құртылып кетеді. Сонда да біз бояйтын боламыз, біздің фаманың цветі көк болғандықтан. Қазір мен осы Мерседестің багажнигін тексеретін боламын, яғни бір заттар шығып қалар, может десем ешқандай заттар жоқ. Бізде әрі қарай уже Стайлинг центрға бару керек болады, чтобы бұның цветін өзгерту үшін, тағы да басқа заттарды өзгертетін боламыз. Бізде әрі қарай достар 2x-пен жүретін болады, өйткені барған жерім енді кішкене ұзақтау болды. Мінекей біз уже Стайлинг центрға келдік, қазір сразу осындай кузовты басып, Стайлинг центрдің ішіне кіретін боламыз және де цвет кузовы, дәл осы жақтан достар біз мынау емес екен, достар осыған қоятын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарындай внешкасын бәрін уже құртып тастады, но біз фаманың цветі осындай болғандықтан біз осыған қоятын боламыз. Енді бізде цвет дискін ауыстырайын ба екен достар аққа. Ақ болса бізде сәл не очандау болады, сондықтан дәл осы өзінің қара цветінде тұра берсін. Достар, бізге басқа ауыстыратын бізде, дым жоқ па еді. Енді мына жақтан біз тонировканы кішкене, достар, мына жақта тонировка достар 10%-те тұр екен. Енді біз қазір оны 0%-ке қойып, мінекей 32.500 рублиге сатып алатын боламыз. Достар, мінекей көріп тұрғандарындай, внешкасын кішкене құртып жібердік достар. Енді бұл біздің фамаға болғандықтан дәл осындай цветпен болады. Хатаға сразу релог жасап, дәл осы жақтан мен қазір жаңаға алған Мерседесімізді шығарып алатын боламыз. Мінекей достар, дәл осы Мерседес. Достар, 5500 рублейімізді осы Мерседестің арендасына құртатын боламыз. Қазір біз осыны, дәл осы машинаны өзіміздің машиналарымыздың қасына парковать етіп қоямыз. Дәл осы Вембо мен Чирокидің ортасына осылай қойып қоятын боламыз. Қазір достар, мінекей. Бірінші робыны қойып алайық, мінекей. Достар, поэтому бұл робыны болды. Қазір енді біз парк деп жазып, мінекей парковация етілді. Кар деп жазып, добавить в автосемьюді басып, біз фамаға қосып жүретін боламыз. Достар, мен қазір, достар, шайып атырын достар қазір. Біз FM деп жазып жіберек. Қазір біз мына жақтан Мерседестің ранкын бізде, екінші ранкқа қойып қоятын боламыз. Қазір фамада бір бала бар еді, яғни бірінші ранкпен жүрген.
И қазір оның ранкын бізде достар 3-ші рангқа көтеріп қоятын боламыз. И все достар. Егер біздің фамаға кіретін болсаңдар, мен сендерге 3-ші рангты тегін берем, и доступ, бранжлетке доступ, и ПТ-ға доступты тегін беретін боламын. И мінекей көріп тұрғандарындай дәл осы 3 машина болды. Мына жақта Cherokee, жаңадан шыққан Mercedes және де FMB. И осы фамаға кіргілерің келсе, чатқа ФП и 382 десеңдер, біздің дәл осы квартираға келе аласыңдар. Егер де біздің квартираға келіп тұрсаңдар, егер біздің балдар жоқ болса, менің Telegram личкама немесе ВК личкама жазсаңдар болады, мен сендердің барлығыңа ответ беретін боламын. Мен келіп тұрмын, мені фамаға қос етіп жазатын болсаңдар, мен сендерді ойынға кіріп, сразу сол жерден фамаға қосатын боламын. Ал енді біз видеоның басында айтқандай, казиноға баратын боламыз, яғни біздің қолымызда қазір 715 000 рублей бар. Дәл осы рублеймен қазір казиноға барып көтереміз, либо қадалатын боламыз достар. Ал бізде ағарай казиноға барған жерлер бізде 2x-пен жүретін болады. И өздерің көріп тұрғандарындай, уже мен казиноға келіп қойған болатынмын. И қазір біз машинамызды кілтеп кетек. Өйткені машинаны ұрлап кететін адамдар бар, яғни олар бомбаждар десек те болады. Сразу келе сала гости ойнайтынымыз бар да енді. И мінекей мен өзіме қазір анимдар дайындап жатырмын. Тек аним 51-ді қазір біз 6-шы секунд жасайтын боламыз. И және де ақшаны тігейік. И қазір достар, бізде аним 51-ді 6-шы секундта жасау керек болады. И ойын басталды. Қазір біз 6-шы секундта бастық. И сразу таймды жазу керек. Қазір тайм. И оны 2-ші секундта басамыз. И қазір біз достар қадалып қалған болатынбыз. В общем достар, сендердің естеріңде болса, мен соңғы рет казиноны 1 ай бұрын ойнаған болатынмын. Ол әрине рас достар, 1 ай бұрын ойнадым дәл осы серверде. И ол бізде 6-шы серия болған болатын. Көргендер болса енді білет. Сол видеода мен 1 миллионда қадап тастаған болатынмын достар. Ал қазір мінекей көріп тұрғандарындай 91 000 рублейге 3 адам болып ойнайын деп жатырмыз. И қазір go деп жазып жібердім. И қазір достар бізде ойын басталды. И сразу таймды алып, то есть анимді 6-шы секундта жасап жүреміз. И таймды қазір 2-ші секундта жасайтын боламыз. И жасадық. Қазір бізге достар тағы да вин бермеді. Есіміз барда елімізді тауып, Костидан шаршадық. Енді қазір біз Blackjack ойнайтын боламыз. Қазір достар, мен бұл жаққа қанша тігетінімді бірінші ойланып алайын. И достар, қазір біз Blackjackқа 150 000 рублей тігетін боламыз. Ал бізде ойын басталды. И дилерге бізде достар 10 түсті. И қазір маған достар 3 түскен болатын. Енді келесі санымыз бізде қандай болады екен достар? Маған достар 4 түсті. И менің общий саным 7. Ал енді достар, біздің кезегімізде келіп қалды. Енді қазір біз әрине визайтты басамыз. И бізге достар 5 түсті. И достар, тағы бір рет визайтты басамыз және бізге 22 түскен болады. И көріп тұрғандарындай, қазір біз әрине ұтылатын боламыз. Өйткені дилерде бізде 10 және де оған достар опа достар, бізде ничья болды. И біздің 150 000 рублейіміз, яғни жаңағы тіккен рублейіміз қайтып келген болатын. Ал енді біз тағы бір рет ойнайтын боламыз. Келесі ойынға 125 000 рублей тіккен болатынмын. Және де біздің ойынымыз басталды. И дилерге 7 түсті. И маған достар 10 түсті достар. И қазір достар, біздің екінші санымыз 10 болатын болса, бізде 20 болады десем, уже бізде 16 болып кетті. И менің кезегім келді. И қазір біз достар әрине хватитті басатын боламыз. Өйткені біздің санымыз 16. И бізде достар дилерге достар 25 түсіп кетті. Сюда біз просто ұтып кеттік. И достар, осы жолы біз осы ойынға кішкене рисковать етіп 250 000 рублей тігетін боламыз. И қазір көретін боламыз достар, біз ұтамыз ба или ұтпаймыз ба. И достар, тағы бір адам кірді. Енді ол сразу ақшасын тіксе ойын басталатын болады. И мінекей достар, ойын басталды және дилерге 4 түскен болатын. И тағы бір адамға 5 және 8. И маған болса 10 түсті. И қазір келесі саным қандай болады екен менің? Тек бізде 17 түсті. И біздің ұту шансымыз кішкене болсын бар.
дилер шайып кетсе, яғни оған 24 немесе саны маған жетпей қалса, біз ұтып кететін боламыз. Менің кезегім келді, и мен қазір достар күтіп нені басатын боламын. Хватитті қазір 7 секундта хватит етіп тастаймыз, и мінекей. Осындай бір тактикалау ма істеп жүретін боламыз. Қазір чтобы дилер шайып кету үшін. Так, бізде мынау не істейді екен достар? Уже алды достар, оған повезло, өйткені оған бізде 19 түсті. И қазір дилерге бізде 14, и достар дилерге блэкджек түсіп біз ұтылып қалдық. И в общем достар, мен бір рет болсын рисковать етіп көретін боламын, яғни өзімде бар ақшамның барлығын тігетін боламын достар. Кто не рисковать, то не пьет шампанский деп қоясың ғой. И если біз ұтылатын болсақ, барлық ақшамыз кететін болады. Ал біз наоборот ұтатын болсақ достар, жаңағы ұтылған ақшамен плюс одан да көп ақша келетін болады. И мінекей достар, ойынның басталуына 1 секунд қалды. И достар, дилерге бізде 9 түсті, и маған достар 10 түскен болады достар. Пожалуйста, бір 10 ба берші. И достар, бізге 12 түсіп тұрған. Оны ақшамызды қадалатын болсақ, енді білмеймін достар, осылайша видео аяқталатын шығар. И менің хотым келді, қазір біз алып көретін боламыз әрине. И бізге 14. И достар, пожалуйста, бір нормальный сан берші достар. И тағы бір рет қазір алатын боламыз, өйткені біздің санымыз 14. И достар, просто сөйтті. Бізге блэкджек түсті, и біз қазір смело ұтып тұрық. Жаңағы ойынды көріп тұрғандарындай, мен сразу блэкджек түсіріп алып, смело ұтып кеткен болатынмын. И қазір осы ойында достар, дилерге бізде 10 түскен болатын, и және де маған 3 түсті. И қазір келесі санымыз бізде 12 болып түсті. Яғни бізге 9 түсті, и біздің санымыз 12 болды. И қазір біздің өзіміздің кезегіміз келген кезде, алып көретін боламыз, өйткені мына санмен ұту невозможно. И қазір аламыз, так бізге маған 10 түскен болатын, және де менің саным 22, және дилерге бұл жолы блэкджек түсіп, мен ұтылып қалдым достар. Келесі ойынға рисковать етіп 250 000 рублей тігетін боламыз, және де бізде дилерге 5 түсті, и маған достар бұл жолы достар. Тағы да, в общем, маған никогда осы казино не везет болады. Жаңа ғана блэкджекпен бір рет ұтқан шығармын, одан вообще прям көп ұтқан жоқпын. И көріп тұрғандардай менің саным 22 болып кетті. И достар, қалғандарының бізде жолы, бір адамның жолы нормальный болып тұр, и қалғандарының жолы пока болмай тұр достар. И алып көретін боламыз достар. Просто сюда достар. Хоть достар, 22 түспегеніне шүкір, өйткені қазір біздің ұтуымызға шанс бар. И бізде соңғы бала Тимур бізде хватитті басты, и және де дилерге бізде достар 10 түсті. И просто так достар, осы білем достар, именно казино маған не везет екенін, и тағы да ол не везет екенін көрсетті достар. И көріп тұрғандарындай тым жақсы ұтатын кезде бізді қадай салды. И достар, біз келесі ойынға 250 000 рублей тағы да тігетін боламыз. Егер бұл ақшаны ұтылатын болсақ, барлық ақшадан айырылатын боламыз, өйткені біздің қолымызда қазір 8 000 рублей ғана қалды. И қазір достар, бізде дилерге 9 түсті, и маған 7 түскен болатын. И достар, келесі санымыз бізде достар, өкінішке орай 8 болды. И қазір өзіміздің кезегіміз келген кезде әрине алып көретін боламыз. И қазір 12 секундта алып көретін боламыз. И бізге достар 17 түсті, и бұл өте нормальный, ұтуға кішкене болсын шансымыз бар. И бізде достар дилерге не түседі екен? И достар, өкінішке орай бізде дилерге 10 түсті. И және де көріп тұрғандарындай келген ақшаммен прям қанша мен қайтқанымды көріп тұрсыңдар. Енді келген ақшам бізде 710 000 рублейдай болған болатын, ал біздің қолымызда қазір уже 8 000 ғана рублей. И көріп тұрғандарындай біз 6-шы бөлімде дәл осылай қадалған болатынбыз. И дәл сол историяны қайтадан қайталап, тағы да қадалып болған болатынбыз достар. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.